Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге жусай қосылған орама дайындаймыз. Қамыр илейміз. Ол үшін бізге суық су, аздап тұз, сұйық май және ұн қажет. Енді қамырымызды илейміз. Қамырымыз орташа болу қажет, қатты немесе жұмсақ болып кетпесін. Жақсылап үстінен басып, бірнеше минутқа тындырып қоямыз. Енді салмасын дайындайық. Жусайымыздың шетін кесіп, жақсылап жуып, майдалап тураймыз. Етімізді ет тартқыштан өткізіп аламыз. Жусай қосамыз. Картоп қоссаңыз да болады. Енді дәміне қарай тұз, бұрыш және сұйық май құямыз. Жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Енді тұнып тұрған қамырымызды алып, бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін алып, жұқалап жаямыз. Қажетінше салмамызды салып, біркелкі қылып жайып аламыз. Енді рулет тәріздес ораймыз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, әлі де талай жаңа рецепттермен бөлісемін. Мінекей біздің орамаларымыз дайын болды. Енді манта варкаларымыздың астын майлап, үстіне орамамызды саламыз. 45 минут шамасында пісті. Өте дәмді, керемет болып шығады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен әлі жаңа рецепттермен бөлісемін.